Бірлік, ынтымақтастық, достық, татулық, келісім, байлық, бейбітшілік. Бірлігіміз жарасқан. Қасиетті қазақ жерін төл бесік етіп, бейбітшілікке бөлеген Қазақстан Халқы Ассамблеясы биыл мерейлі жасқа толды. Ел тәуелсіздігінің ең жауапты кезеңінде бірлігіміздің бастауы деп қолымызбен құрған ассамблея дүниеге келгеніне 20 жыл болды. Осы аралықта ол өзінің өміршеңдігін көрсетіп, біздің бейбіт қоғамның ажырамас бөлігіне айналды. Елдіктің өлшемі, тұрақтылықтың тұтқасы болған Қазақстан Халықтары Ассамблеясының мерейтойын еліміздің түкпір-түкпірінде тойлап жатыр. Бүгінгі күні Қазақстан Халықтарының Ассамблеясы еліміздің бірегей ұстаны болып отыр. Қазақстан аумағында өмір сүріп жатқан ұлттар мен ұлыстардың басын біріктіруге негіз болған Нұрсұлтан Назарбаевтың осы үлгісі бүкіл әлемге бейбітшілік пен ынтымақтастықтың жаршысы ретінде танылуда. Ұлттық мемлекеттік саясаттың басымдығын жүзеге асыру істеріне қатысу арқылы университет егеменді еліміздің өңірлерінде және оның сыртында этносаралық және конфессияаралық ынтымақтастықты нығайту үшін көп еңбек етіп келеді. Еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Нұрлы жол, болашаққа бастар жол атты Қазақстан халқына жолдауында 2015 жыл асқар асуларды бағындыратын жыл болмақ. Сонымен қатар елімізде болатын маңызды оқиғалар мен айтулы мерейтойлар да белгіленді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы және Ұлы Отан соғысындағы ұлы жеңіске 70 жыл толмақ. Аталмыш мерейтойларды атап өту арқылы елбасымыз әлемдегі бейбітшілік пен қоғамдағы ынтымақтастықты сақтап қалу идеясының принциптерін ауқымды түрде көрсетеміз. Сондықтан бүгінгі жасалып отырған игі істердің бәрі де осы үлкен шаралардың бастамасы деп біліңіздер. Қазақстан Халықтары Ассамблеясы кафедрасы Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің барлық құрылымдық бөлімшелерімен бірлесе қызмет етеді. Атап айтқанда, Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылым және инновациялар департаментімен, тәрбие жұмыстары мен әлеуметтік мәселелер жөніндегі департаментімен, университеттің бірлік студенттер ассамблеясымен, осы университеттің Қазақстан халықтары кітапханасымен үздіксіз қатынас орнатқан. Сонымен қатар, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Қазақстан халықтарының ассамблеясымен, Павлодар облысы Қазақстан халықтары ассамблеясының кеңесімен әріптестік қатынаста. 1 марта 2014 года была открыта кафедра Ассамблеи народа Казахстана. Открытие было приурочено к знаменательной дате, когда 1 марта 1995 года на общественно-политической арене нашей страны появился новый институт Ассамблеи народа Казахстана. Приоритетным направлением деятельности кафедры является совершенствование учебных программ, направленных на реализацию государственной и национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности, содействие формированию казахстанского патриотизма. С 22 октября 2014 года кафедра университета вошла в состав Ассоциации кафедр Ассамблеи народа Казахстана, ведущих вузов страны. Объединение под эгидой ассоциации позволило усилить выработку единых методологических и практических подходов в изучении и пропаганде казахстанской модели полиэтнического общества в процессе формирования толерантного поведения в среде студенческой молодежи. Казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия стала узнаваемым брендом Казахстана и уникальной площадкой межкультурного диалога. Қазақстанда қоғамдық жасампаздық пен келісім жағдайын және тұрақтылықты қамтамасыз ететін этностар мен діндердің өзара әрекеттесуінің тұрақты моделі қалыптасты. Президент Нұрсұлтан Назарбаев атап өткендей, біздің этносаралық және дінаралық келісімнің моделі ол әртүрлі конфессиялардың өзара әрекеттесуінің бүкіл әлемдік процесіне Қазақстанның қосқан шынайы үлесі. Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері еліміздегі дінаралық қатынас саласында мемлекеттік сараптау саясат жүргізіліп келеді. Научно-практический центр действует более 3 лет. Первоначально основным назначением центра являлось изучение религиозных процессов. Затем, с учетом инициативы секретариата Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области, а также в целях комплексного подхода в изучении этноконфессиональных процессов, содействия в укреплении идеи национального единства, приобщения студентов
к изучению феномена казахстанской модели этноконфессионального согласия в июне 2012 года Центр получил статус регионально-научно-практического центра исследования межэтнических и межконфессиональных процессов. С периода создания Центра успешно реализован научно-исследовательский проект госбюджетной темы Министерства образования Республики Казахстан «Новое религиозное движение в Казахстане». Проведены в рамках данного проекта социологические исследования в 6 регионах Казахстана. Совместно с кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин научно-исследовательские мероприятия проводятся с приобщением студентов. В их числе такие научная студенческая конференция «Новые религиозные движения и безопасность Казахстана. Взгляд молодежи», международная научно-практическая конференция «Этноконфессиональная идентификация и приоритеты современной молодежи в странах постсоветского пространства», научно-методологический семинар «Межэтническая толерантность в современном казахстанском обществе. Состояние и тенденции» и другие. В целях пропаганды государственной этноконфессиональной политики в молодежной среде, укрепления этноконфессионального согласия разработан и издан к 20-летию Дня Духовного Согласия спецвыпуск газеты университета «Блек», открыта тематическая страница «Сырсандык», создан и действует сайт «Рухани Алем», где проводимые онлайн-конференции позволяют отвечать на интересующие вопросы наших студентов. Сторонняя поддержка руководства университета способствовала успешной реализации информационно-просветительского проекта «Былим Плюс» по повышению религиозной грамотности в молодежной среде, разработчиком и координатором которого выступил наш центр. Согласно экспресс-опросу, проведенному среди студенческой молодежи, из 160 опрошенных 97% отметили, что проект «Былим Плюс» актуален и был организован своевременно. Коллектив центра благодарен Ассамблее народа Казахстана, Комитету по делам религии Республики Казахстан, Акимату Павлодарской области, Управлению по делам религии, Секретариату Ассамблеи народа Казахстана за поддержку инициатив и активное сотрудничество. Осыншама аз уақыт аралығында оқуға түскелі бері міне 3 жыл болды. Сол аралықта белсенді студенттік өмірмен айналысып келемін. Соның арқасында осы орталыққа белсенді студенттердің ретінде қабылданып, өзімді көрсету арқылы белгілі бір этносаралық және конфессияаралық қатынастарды зерттеп, әлі күнге дейін осы мәселелерді қарастырып келеміз. Және де осы уақыт аралығында мен орталықтың ұйымдастыруымен диалог алаңы атты жобаның үйлестірушісі болып қазір қызмет атқарамын, активистік белсенділік өмірде жүрмін. Оның да жаңағы басты мақсаты осы саяси, қоғамдық, әлеуметтік мәселелерді талқылау және де сол мәселелердің шешілуіне осы жастардың да бір кішкене болса да бір үлесінің тиюіне бір қосқан үлесі деп ойлаймын. Сол үшін осындай белсенділік өмірде жүргеніме өте қуанамын. Мен мәдениеттанушы мамандығын бітіріп келгеннен бері 2012 жылдан бастап осы орталықта жұмыс атқарып келемін. Қызметкер ретінде сол 2,5 жылдың атқарып келген жұмыстың арқасында біз көптеген қазақстандық патриотизмді насихаттауға қатысты студенттер арасында, магистранттар арасында көптеген жұмыстар атқарып жасап келеміз. Осындай идеяның арқасында көптеген студенттеріміз, магистранттарымыз өз материалдарын жариялап, көптеген басылымдар шыға бастады. Солардың бірлері жаңа қазақстандық патриотизм жастардың көзқарасы атты материалдарымыз және біліктің ісі, татулықтың белгісі. Менің ойымша, бұл жасап жатқан жұмыстың арқасында біздің студенттер, магистранттарымыз өз келісімді, бейбітшілікті насихаттау негізінде өз ойларын, өз көзқарастарын білдіре алады деп ойлаймын. Нұрлы жол, болашаққа бастар жол даму бағдарламасына сәйкес, Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті ұлтаралық келісімді сақтау мақсатында жеке адамдардың, топтардың, әлеуметтік жұртшылықтың арасындағы мәдени, діни, нәсілдік және басқа айырмашылықтардың заңдылығын мойындайтын, басқа адамдардың түр түсіндегі, бет әлпетіндегі, мінез құлқындағы, жан дүниесіндегі айырмашылықтарға төзімділікпен қарайтын, ұлттық ынтымақтастық пен қоғамдық келісімді ту ететін жаңа буын жас ұрпақты тәрбиелеуді қолға алған.
Сегодня на территории Павлодарской области проживают представители 130 различных национальностей. И в самом вузе работают и учатся люди разных наций. Студенты и преподаватели – это люди, которые всегда находятся в научном или творческом поиске. Так что для университета такая библиотека – это настоящее сокровище. Книги эти заставляют лучше узнать язык и культурное наследие своего народа. Книжный фонд читального зала библиотеки народа Казахстана сначала формировался из имеющей в наличии литературы национальных авторов на русском языке. Сейчас на книжных полках находятся книги, преподнесенные и подаренные в дар от различных библиотек. Это Армения, Азербайджана, Белоруссии, Ассамблеи народа Казахстана, Павлодарской области, профессорско-преподавательского состава ПГУ. Есть литература на электронных носителях, всего 60 штук наименований. Здесь можно найти книги, журналы, газеты на разных языках. Здесь не только книги говорят с читателями на разных языках, очень часто проводятся самые разные мероприятия. Вечера, посиделки на Рождество и Масленицу, презентации книг, встреча с писателями и поэтами Павлодарского перетыща. Нередко выступают художественные коллективы этнокультурных объединений. Библиотеку народа Казахстана ПГУ можно назвать своеобразным символом. Здесь существуют под одной крышей книги и журналы на самых разных языках, как и в нашей стране соседствуют греки и грузины, казахи и украинцы, русские и татары. Общественные объединения подарили нам очень много книг. Вот Славянский центр очень книг много подарил именно по искусству. Они вот здесь у нас, и очень много на столе книг. Они все по искусству. Азербайджанский центр, армянский – это книги на языке оригинала. Белоруссия из государственной библиотеки нам прислали очень много книг на белорусском языке. Греция подарила очень много журналов о Греции. Еврейский центр, Ингушетия, о истории Ингушетии и учебники. Каракалпакская литература, корейская литература, ингушская. Очень много литературы на немецком языке, на польском языке, на татарском языке. Очень большая тоже коллекция, это на украинском языке. В прошлом году мы проводили юбилей Тарасу Григорьевичу Шевченко, и председатель этого товарищества нам подарил вот кобзарь на украинском языке. Ну и здесь, естественно, учебники, начиная с 1-го, с букваря и до 10 класса. На чувашском языке. Ну, кроме этого, мы выписываем очень много газет, например, на немецком языке, на корейском языке, на уйгурском, на турецком. Есть книги и на носителях. Их у нас около 60. Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің құрылымдық бөлімшесі ретіндегі қоғамдық бірлестік болып табылады. Кафедра негізінде ғылыми сараптамалық кеңестер, мәдениетаралық байланыстарды зерттеу, ұлтаралық келісімді нығайту сияқты шаралар өткізілетін сараптама ошағына айналары сөзсіз. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығы аясында еліміз бойынша 20 ізгі іс атты акция өткізіліп жатқанын баршамызға белгілі. Осында игі іске университетіміздің студенттер, магистранттар және оқытушылар құрамы белсене атсалысып жүр. Ал бұл акцияны Қазақстан Халқы Ассамблеясы кафедрасы және ассамблея кітапханасының ұйымдастырылып жүр. Шара барыс аяқталғаннан кейін тұрғылықты мекен жайы жоқ әйелдерді оңалту және бейімделу орталығына барып қайтқан болатынбыз. Шара барысында балалары бар аналарға сыйлықтар, киім-кешек, ойыншықтар және оқу құралдарын сыйладық. Бұл акцияға немқұрайлы қарамай, көмек қолын созған жандар. Сондықтан менің ойымша, әр адам бұл өмірде отбасымен бірге қамқорлықты сезініп, бақытты өмір сүруге лайықты деп санаймын.
В Павлодарском государственном университете имени Турайгырова обучаются представители более 35 этносов и национальностей. В 2007 году студенческая ассамблея «Берлек» была реорганизована. Цель этой студенческой организации является сплочение мира и согласия в студенческой среде. Наш президент Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев уделяет особое внимание молодежи. В связи с этим в нашем университете успешно действует студенческая ассамблея. Она проводит такие мероприятия, как кураторские часы, встречи с представителями этнокультурных объединений, активно сотрудничает с молодежным крылом ассамблеи. Павлодарский государственный университет и областная ассамблея с начала ее образования активно сотрудничают. Это учреждены и гранты. Многие студенты университета являются активистами этнокультурных объединений области. Наставший 2015 год является знаменательным для университета не только как год Ассамблеи народа Казахстана, но и такие знаменательные даты, как 550-летие Казахского ханства, 70 лет Победы, но и также 55-летие университета. Біздің университетіміздің студенттері қатарында 30-дан астам ұлт өкілдері білім алады. Олардың әрқайсысы жастар ұйымын құруда. Қазақстан халықтарының облыстық ассамблеясындағы мәдениет аралық бірлестіктерінде белсенділік танытып келеді. Мемлекеттің ұлттық саясатының басты бағыттар мен басымдылықтарын жүзеге асыруда университет еліміздің егемендік алған күннен бері аймағымыздағы ұлтаралық және ұлысаралық келісімді нығайту ісіне белсене атсалысып келе жатыр.